Сәлеметсіздер ме балалар? Математика сабағы 101 сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз 11-тен 20-ға дейінгі сандар. Бірінші есепке қарайық. Көкөніс пен жеміс адамның денсаулығы үшін пайдалы. Көкөністерді өсу ретімен, жемістерді кему ретімен айт дейді. Бұл жерде көкөністер өзі өсу ретімен берілген екен, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 және 20 сандарындағы бұлар көкөністер екен. Ал жемістер 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 сандарында тұр екен. Жақсы балалар, келесі екінші тапсырма. Бұл сандардың ұқсастығы мен айырмашылығы неде? 1, 7, 2, 11, 17, 20. Қарайық балалар. 1, 7, 2 бұлар бір таңбалы сандарға жатады екен. Ал 11, 17, 20 сандары екі таңбалы сандарға жатады екен балалар. Екі таңбалы сандар ондықтар мен бірліктерден тұрады екен. Бірінші саны бізде ондық, екінші сан бірлік деп аталады екен. Жақсы, келесі үшінші тапсырма. 11-ден 20-ға дейінгі сандардың атауын оқы. Олар қалай құрылған дейді. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 және 20. Бұл сандар ондықтар мен бірліктерден құралып тұр екен балалар. Төртінші есеп теңдеулерді шеш дейді. X қосу 20 тең 90. Бұл жерде X-ті жазып аламыз. Одан кейін теңнен кейінгі саннан қосылғышты азайтамыз. Сонда X тең 90 азайту 20. X тең 90-нан 20 алсақ 70. 70-ті қосындының орнына қойып, есепті толықтырады екенбіз. 70 қосу 20 тең 90. Солай қалған есептерді де шығарамыз. Бесінші, жемістер мен көкөністердегі сандардың орналасу заңдылығын анықта. Сандық қатар ойластыр дейді. Бірінші қатарда 12, 14, 16, 18, 20 бұлар жұп сандар. Екінші қатар 11, 13, 15, 17, 19 бұлар тақ сандарға жатады екен балалар. Жақсы балалар, сау болыңдар, каналға тіркелуді ұмытпаңдар.